Даналық. Жылқы су ішкен жерден су іш. Жылқы қасиетті. Ол лай суды бас салмайды. Мысық жатқан жерге төсек салып жат. Құрт түскен жемісті же. Шірке қонған саңырауқұлақты тер. Көрт шыққан қазған жерге ағаш отырғыз. Жылан жылынған жерге үй сал. Аптапта құс ұя салған жерден құдық қаз. Тауық жатқанда жатып, тұрғанда тұр. Көктен көп же, аяғың мықты, жүрегің шыдамды болады. Суда жиі жүзу керек. Сондай жерде өзіңді судағы балықтай сезінесің. Көкке көз сал, аяқ астына емес. Ойың таза, тұнық болады. Аз сөйле, көп тыңда. Сонда жаныңа тыныштық ұялайды. Жаны тыныш, жанның рухы күшті, сабырлы болмақ. Өтірікші қайдан шықты? Бала кезінде сіз оны ойнатып жатырмын деп мән бермей алдай беретінсіз. Қолыңызда жоқ болса да, балам, бері келші, шоколад беремін деп өтірікті көп айттыңыз. Қайда кеттің деп есіктен жылап, шығарып салып тұрған балаңызға қазір келемін деп ұзақ іс-сапарларға кете беретінсіз. Сөйтіп баланың бойына өтірікті дарытып, қоғамда уәдесінде тұрмайтын тағы бір өтірікшінің көбеюіне үлес қостыңыз. Парақор қайдан шықты? Қандайда бір жетістікке жеткен балаға сыйлық беріп, жылы сөз айтып, арқасынан қағудың артықтығы жоқ. Бірақ сіз балаңызға көбінесе сыйлықты келісім шартпен алуды үйреттіңіз. Мәселен, балам, сабақты жақсы оқысаң, велосипед алып беремін, немесе мусорды төгіп келсең, кәмпит беремін деген сөздерді айту арқылы қоғамда сыя қалмаса, өнімді жұмыс жасамайтын тағы бір парақорды дайындадыңыз. Мейірімсіз қайдан шықты? Балаңыздың қолына сүйікті нәрсесін алып беріп, енді әкең жақсы ма, анаң жақсы ма деген сұрақты қою арқылы екеуін тең жақсы көретін баланың психологиясын қағайырдыңыз. Сол сәтте керегін алып, сізге ішіп жылып тұрған балаңыздың әкем жақсы деген сөзін естіп, мәз болғаныңызбен, ертең дүниесі бар адаммен жылы сөйлесіп, дүниесі жоқ адаммен қол алыспайтын, дүние қоңыз, мейірімсіз адамды тәрбиелеп жатқаныңызды түсінбедіңіз. Ғайбатшыл, өсекші қайдан шықты? Жылап жатқан балаңыз жылағанын қойсын деп, менің балам жыламайды, жылай беретін көршінің баласы Сәкен ғой, ол қашан көрсең еңіреп отырады деп, бөтен адамның сыртынан ой қалыптастыруды үйреттіңіз. Немесе туған туыстар жиналып отырған сәтте балаңызды шақырып алып, қане балам, Мұрат қалай қорылдайды, Айгүл қалай жүреді, көрсетші деп, өзгелерді әжуалап, мазақтауды бойына сіңіріп, болашаққа ғайбатшыл бір адамды даярлап бердіңіз. Өмірдегі үлкен қателіктердің барлығы ұсақ дүниелерден басталатынын ұмытпаңыздар, құрметті ата-аналар.